Қазақ халқында жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген аталы сөз бар. Өмірдегі құндылық мал дүниенің барлығымен емес, жан дүниенің байлығымен өлшенетіні әлімсақтан айтылып келеді, айтыла да береді. Қашанда халықтың қазынасы оқу, білім болған. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі десе, еліне ет жүрегімен беріліп қызмет еткен ерлердің есімі ешқашан елеусіз қалмайды. Шалқар ауданында бұқаралық ақпараттың негізі болып саналатын газеттің жарыққа шығып, ел игілігіне жарауына үлкен үлес қосқан жанның бірі Сәлпенов Қайып атамыз еді. 1895 жылы Шалқар ауданының Қаратал ауылында қарапайым отбасында дүниеге келген. Әкесі ерте қайтыс болып, тұрмыс бейнетін көп тартады. Қым-қуыт заманда өмір сүрсе де, бір ғана асқақ арманы болатын – оқып, білім алу. Тұрмыстың қамымен ерте еңбекке араласып кетіп, кейін мектеп жасынан асып кетсе де, өз бетінше білім алып сауат ашады. Жүрегіндегі жарық сәуле білімге деген құлшыныстан ғана тұрса керек. 1931 жылы паровоз депосына жұмысшы болып орналасады. 1932 жылы алғашқы аудандық газеттің ашылып жатқанын естіп, редакция баспаханасына жәрдемші печатник болып жұмысын ауыстырады. Техникаға ептілігі, жаңалықты тез меңгеріп алатын қасиеті, зеректігі оны алға ұмтылдырып, 3 айдың ішінде баспахана станогының қыр-сырын игеріп алады. Сол сәттен бастап халықтың жүрегіне жол тапқан газеттің баспаханасында өмірінің соңына дейін үздіксіз жұмыс жасайды. 1941 жылы Ұлы Отан соғысына қатысып, аман-есен елге оралды. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңген үшін медальдармен бірнеше мәрте марапатталған. Соғыстан соң да баспахана станогіне қайта отырады. Өз заманындағы ісіне адал жандардың бірі болып, социалистік жарыстың озаты атанады. Ұжымында да кішіпейіл, білікті маман екендігімен абырой мен құрметке бөленеді. Қажырлы еңбегінің арқасында баспахана жылдық табыс жоспарын 5 ай ішінде орындап отырған екен. Қоғамдағы саяси реформалардың жүзеге асуына үлес қосып, еңбекшілер депутаты атанады. Қазіргі Шалқар газетінің ең алғашқы номерін басып шығарған Қайып Сәлпеновтың есімі ұлықталып, Шалқар қаласының даму аймағынан көше берілді. Атамыздың жары Нұржанқызы Мәрзия анамыз 1907 жылы дүниеге келген. Екеуі де әр қазақтың баласын айналып, толғанып, батасын беріп отыратын жаны жомарт, пейілі кең жандар еді. Атамыз 1990 жылы, Мәрзия анамыз 1989 жылы дүние салды. Халықтың жан дүниесін байтуға қызмет еткен Ұлы Отан соғысының ардагері, баспахана қызметкері, қоғам қайраткері Қайып Сәлпенұлының есімін зиялы халық ешқашан ұмытпақ емес. Ағайындар атынан Мәрзия анамыз бен Қайып атамыздың рухына бағышталған Құран дұғаларымыз қабыл болсын.